Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай қарапайым бисквиттен жасалатын торт дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз тортымызға арналған бисквиттерді дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамызды ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ақуыздарымызды шайқайтын ыдысымыз және де миксеріміздің венчиктарының барлығы құрғақ болуы міндетті. Сол кезде жақсы көтерілетін болады. Видеода көрсетілгендей бірінші ақуыздарымызды шайқаймыз. Қантымыздың кішкене бөлігін салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Егер сізде қолдың миксері болса, онда сол қолдың миксерін қолдансаңыз болады. Кішкене уақытты көбірек алуы мүмкін, бірақ барлығы ойдағыдай шығады. Келесі тағы да қанттарымызды салып, ақуызымыз өз қалпын ұстап, қатты күйге енгенше жақсылап миксердің көмегімен шайқап аламыз. Видеода көріп тұрғандағыдай осылай өзінің формасын жақсылап ұстауы қажет. Енді сарыуыздарымызға қантымызды салып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Осылай ағарып көпіршиді. Енді екеуін шайқап болғаннан кейін сарыуыздарымыздың үстіне ақуыздарымызды салып, видеода көрсетілгендей күрекшенің көмегімен астынан үстіне қаратып араластыратын боламыз. Миксерді қолданбаймыз. Егер миксерді қолдансаңыздар, сіздердің бисквиттеріңіз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Барлығын видеода көрсетілгендей және де мөлшермен жасайтын болсаңыздар, бисквиттеріңіз өте биік және де дәмді болып шығады. Бөлек ыдысымызға ұн мен қопсытқышты салып, електен өткізіп аламыз. Бисквиттің үстіне 2-3 бөлікке бөліп сала отырып, күрекшенің көмегімен астынан үстіне қаратып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың арасында ешқандай ұнның түйіршіктері болмауы қажет. Біздің бисквитіміз дайын. Енді керек форманы алып орналастырамыз. Менде бұл жерде 30-30 формасын алдым. Егер сіздер домалақ форманы алатын болсаңыздар, диаметрі 22 мен 24 диаметрде пісірсеңіздер болады. Сол кезде бисквиттарыңыз 5-6 сантиметрге дейін көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Мен осылай 4 бұрышты формаға орналастырдым. Жақсылап бір тегістеп шығамыз және де қызып тұрған пешімізге салып, бисквитімізді пісіріп аламыз. Бұл бисквит өте қолжетімді заттардан тұрады және де құрғақ болып шығады. Арасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Міне, менің бисквитім пісіп шықты. Суытып аламыз міндетті түрде. Суып болғаннан кейін осылай қағазынан ажыратамыз. Бисквит өте әдемі, біртегі сап-сары болып пісіп шықты. Енді арасына кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Тортыңыздың арасына пропитка жасасаңыз болады. Мен осылай кофемен жасап жатырмын. Егер сіз қаласаңыз, сүтке қантты қосып жасасаңыз болады. Немесе үйде сироптар болса, дәмін келтіретін сироптарды қосып, пропитка жасап жіберуге болады. Егер ешқандай пропитка жасамай тек креммен жинаймын десеңіз, олайды жасауға болады. Мұнда ешқандай өзгерістер болмайды.
Бұл торт үшін мен крем чизді қолданамын. Дайындап алғанмын кремімді. Ол жерде кілегей, қант ұнтағы және сүзбелі ірімшікті қолданып, крем дайындап алдым. Және осыны бисквиттің арасына жағып, тортымды жинайтын боламын. Сіздерге бұл видео рецепт ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте әдемі, дәмді болып шығады. Және де барлығына ұнайтынына сенімдімін. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта жақсы, пайдалы рецепттермен тағы да бөлісетін боламын. Тортымды жинап болдым. Енді қалған кремнің үстіне осындай арнайы тағамдарға арналған красительді қосып, араластырып жағып шығатын боламын. Бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Мен де видеода көріп тұрғандағыдай түрлі гүлдерді салып және де мастиканың көмегімен бетін әдемілеп, әрлеп шықтым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығына ұнайды деп ойлаймын. Және өте қолжетімді заттардан тұратын өте дәмді торт шығады. Сіздермен бірге болған әдемі, менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріп, қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Алдағы күндері тек жақсы, жаңа видео рецепттер күтіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Әрдайым бақытты, жақсы күндерде кездесейік. Сау болыңыздар.